Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен демлама пісіретін боламыз. Бізге ол үшін қажеті ет, сәбіз, пияз, капуста, помидор және картошка қажет. Қазір барлығын біз осы қазанға салып, баяу отта пісіретін боламыз. Қазір мен рет-ретімен салып көрсетемін сіздерге. Бірінші астына сұйық май құямыз. Көз мөлшерімен. Үстіне етті саламыз. Менде ет тұздалған, сондықтан мен тұзын аздау саламын. Арасына пияз саламыз. Сәбіз саламыз. Тағы да қалған етті саламыз. Одан кейін пияз, азғантай помидор. Одан кейін біз картошкадан салатын боламыз үстіне. Картошка крупный болып тұрған. Өте дәмді піседі, езілмей, барлығы жақсы піседі. Ет тұздалғандықтан біз тек картошкаға неге аз-аздан тұз, бұрыш салатын боламыз. Көп салмаймыз. Тағы сәбіз, қалған помидорды саламыз. Пиязды саламыз. Ең үстіне капустамен бетін жабатын боламыз. Қазір мінекей. Үстіне бұрыш қалағанымызша. Қызыл бұрыш, қара бұрыш салсаңыз болады. Менде паприка. Паприка. Кішкене қара бұрыш. Енді тұздан кішкене саламыз. Томат саламыз. Бір қасықтай салдым. Үстіне кішкене су құямыз қазір. Осыны айтып қойып болған соң, оны аламыз да бетіне капуста қоямыз. Капусталардың араларын ашып саламыз. Еттерін толық жауып тұру үшін. Қазір кішкене су құйып, бетін жауып, отқа қоятын боламыз. Отқа қойғанда астын жай баяу отпен қоямыз 40 минутқа. Кішкене су құямыз көз мөлшерімен. Өйткені бізде картошка, капуста өзінің де соғы шығады, сонымен әдемі болып пісетін болады. Қазір крышкасын жауып, отқа қоямыз осылай. Достар, міне 40 минут өтті. Біздің тамағымыз пісті. Қазір енді осыны тарелкаға әдемілеп салатын боламыз. Астына капусталарын жайып аламыз.
осылай. Сосын үстіне картошка нелерін бәрін араластырып салатын боламыз. Өте дәмді болып тұр, иісі керемет шығып тұр. Өте әдем болып пісті. Соусымен, суымен. Мінекей. Өте дәмді болады. Мінекей. Дәмді болып шықты. Осылай үйде дайындасаңыз өте жақсы болады. Әрі уақыт жағынан өте керемет. Барлық затын дайындап сала қойасыз. Одан кейін өзі 40 минутта дайын болады. Сол 40 минут аралығында басқа жұмыстарыңызды істеп жүре бересіздер. Ұстасын аз осылай. Мінекей, жақсы көрініп тұр деп ойлаймын сіздерге қазір. Несін көрсетейін мінекей. Картошкасы өте жақсы піскен мінекей. Еті де жұп-жұмсақ, сәбізі де мінекей. Барлық оңай бөлініп тұр мінекей. Өте жақсы піскен. Рецепт ұнаса лайк басыңыз, каналға тіркеліңіздер. Тағы да жақсы күшті рецептер салатын боламыз сіздермен. Соңына дейін қарағандарыңызға, менімен бірге болғандарыңызға рахмет баршаңызға.